балалар. Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгінгі сабақта балалар мирасыға қол себепті Ауырып қалған. Ал балалар бүгінгі көңіл-күйлерің қандай? Ендеше бүгінгі осындай тамаша көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз Кипити платформасы арқылы топқа бөлініп алайық. Ендеше Айбөпе, Бағдәулет, Қыбағдәулет, Нұрай, Айым, Болсырым, Арайлым, Диас, Әсел, Жақсылық бірінші топқа. Қалғандарымыз екінші топқа барады. Жақсы, топқа бөлініп алдық. Енді балалар, сіздердің алдарыңызда бағалау критерийі тұр. Бағалау парақшасы бар. Бізде 4 тапсырма. Бірінші топтық жұмыс, екінші жеке жұмыс, үшінші жұптық, сосын тағы да жеке жұмыс бар. Әрқайсысының қасына балдар берілген. Сіздер осы сабақта өздеріңіз бағалап отырасыздар. Жарай ма? Түсінікті ма? Олай болса, үй тапсырмасын тексерейік. Бірінші сұрақ. Айдағы жасырынба әңгімесі қалай басталады? Айдағы жасырынба әңгімесі мектепке жаңа оқу жылы басталғаннан басталады. Кабинетке Гүлайым апай кіріп келгеннен басталады. Және жаздық каникулдары қалай өтті деген сұрақпен басталады. Сұрақпен басталады. Жақсы, тамаша. Келесі, әңгімеде қандай кейіпкерлер кездеседі? Әңгімеде Гүлайым апай, Мерген, Сардай және Сардайдың шөкесі Еркелес. Тағы бар ма? Келесі, Мергеннің шұңғырға түскендегі көңіл-күйі қандай еді? Көңіл-күйі қандай еді? Мергеннің шұңғырға түскендегі көңіл-күйі ода үрей пайда болды. Өйткені ол жер қараңғы және де өте суық болды. Келесі, табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деген әкесінің сөзін қалай түсінесіңдер? Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деген әкесінің сөзі, ол біз жер өзіміздің планетамызда ай сияқты болмауына үлесімізді қосуымыз керек. Өте жақсы, тамаша. Жақсы. Ендеше миға шабуатсы арқылы қазір видеоролик көреміз. Видеороликті мұқият қараймыз. Сұрақ мынадай: үзінді әңгіменің қай бөлімнен алынған? Осы үзіндіден балалардың бойынан қандай сезімді байқадыңдар? Үзінді қай бөлімнен алынған? Бұл үзінді Мергеннің, Сардай Мергеннің екеуі айда жүргенде Мергеннің айдағы шұңқырға түсуі. Дұрыс па балалар? Сездіңдер ме? Ал балалардың бойынан қандай көңіл-күйлерін байқадыңдар? Біріншіден Мергеннің бойынан мен үрейді көрдім және қызығушылық. Ол мынау шұңқырға түсіп көрсем қалай болады екен деп шұңқырға түсіп және оның көлеңке жағына кіріп, ол жақтан жоқ болып кетті көлеңкеден. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жүніс Сахиевтің айдағы жасырынбақ әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктеу. Ал балалар, Жүніс Сахиев тек қана
қияли ғана шығармалар жазған жоқ. Ол ғылымның астрономия, физика, ғылым салаларындағы жаңалықтарды әдеби тілмен жеткізген фантаст, жазушы. Шығармаларында балаларды ержүрекке, оқуға, жаңалыққа жаны құштар болуға талпындырады. Олай болса, біз шығарманы өткен сабақта талдаған болатынбыз. Қазір топтық жұмыс сіздерге Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырынбақ әңгімесінен комикс жанрында үзінділер беріледі. Сіздер сол оқиғаның реттілігімен өздеріңіз орналастырасыздар. Тапсырма былай. Дискрипторы оқиғаны ретімен орналастырады, кейіпкерлерге мінездеме жазады. Екі топқа екі үзінділер береді. Оқиғаны ретімен орналастырады. 2 минут берді, Ал балалар, енді қолдарындағы суреттерді өздеріңізбен бірге тексерейік, кәне? Дұрыс. Енді осы суреттерден балалардың бойына қандай мінездеме берер едіңдер? Қандай көңіл байқадыңдар? Үрей, қызығушылық, достыққа адалдығы, жеке жұмыс, сәйкестендіру, яғни кейіпкер берілген. Осы кейіпкерлер бойынша тура мінездеу және жанама мінездеу табуымыз керек. Біз жанама мінездеуді қалай табамыз? Ол кейіпкердің іс-әрекетінен не сөзіне оның қандай адам екенін тура мінездеуді шығарады. Яғни, мысалға үзінді деді, сол үзінді арқылы кейіпкерді іс-әрекеті көрініс табады. Олай болса, қазір сендерге 10 үзінді берілді. Егер де сендер 9-10-на дұрыс жауап берсеңдер 5 балл аласыңдар, 7-8-не дұрыс жауап берсеңдер 4 балл, 5-6 сұрағына жауап берсеңдер 3 балл, 0 мен 4-тің арасына дейін дұрыс жауап берсеңдер 2 балл аласыңдар. Жарайды ма? Алдарында бағалау парақшалары бар, сол бағалау парақшаларына дұрыс жауаптарын белгілеп отырыңдар. Тақтаға жауабын шығарам, өздеріңізбен салыстырыңдар, жарайды ма? Бағалау критерийін назар аударамыз. Олай болса, 9-10 дұрыс жауап бергенде 5 балл, 7-8-ге дұрыс жауап бергенде 4 балл, 5-6 сұраққа жауап бергенде 3 балл, 4 сұраққа дейіндер 2 балл қоямыз. Бағалау парақшасына қойып отырамыз. Келесі тапсырма біздер балалар. Жұптық жұмыс. Мен мына жақта PPT платформасы арқылы жұпқа бөлдім. Бұл балалар бізде жұптық тапсырма Вен диаграммасы арқылы, яғни кейіпкердің ұқсастығы мен айырмашылығын табыңыз. Мерген мен Сартайдың бір-біріне ұқсастығын және айырмашылығын табасыңдар. Дискриптор айырмашылығын табады, ұқсастығын табады. Жалпы 3 балл. 3 балл жұбымызбен бірге орындаймыз. Мерген тұйық, таңшу, ашудан. Сартай ашық, алғыр, байқампаз, үрейлі және көп сөйлемейді, тұйық. Ұқсастығы екеуі де адал, үйімшіл, бір-біріне қол созуға дайын. Және туған жерді сүйеді. Екеуі де бір-біріне адал, достары, жақында барша. Мерген
адал дос, көмек қолын созуға әрдайым дайыр, намысшыл, есте сақтау қабілеті жақсы және алғыр бейқамбат. Сартай намысшыл, ашық, алғыр байқампаз, екеуі адал дос, көмек қол созуға дайын. Тамаша. Аудандағы бала парақшасына балдарды қойып отырыңдар. Жақсы балалар. Балалар, бізде келесі тапсырма минуттық шешім әдісі деп аталады. Яғни біз айдағы жасырынбақ әңгімесін оқыдық, талдадық, кейіпкерлермен таныстық, иә? Солай ма? Иә. Енді өздеріңе ұнаған ішінде кейіпкерлер бар, олардың жағымды қасиеттері бар, иә? Яғни мен болашақта, мен ешқашан деп аталады. Яғни өздеріңе ұнаған кейіпкердің бойындағы жақсы қасиеттерді айта отырып, қандай шешім қабылдайсыңдар және кейіпкерлердің бойындағы қандай жағымсыз қасиеттерден аулақ болуға өздеріңді ұстанасыңдар. Яғни осы бойынша кәне 1 минут ойланып, осы бойынша арқылай сабағымызды жалғастырайық. Кәне кім айтады? Мен болашақта. Мен болашақта мерген секілді сабағымды жақсы оқып, есте сақтау қабілетімді дамытып, ізден бастағым келеді. Маған мергеннің сол қабілеті ұнады. Және де мен ешқашан осы оқиғада айтылғандағыдай жерді ластамай, табиғатты қорғауға барынша тырысамын. Мен болашақта мерген мен Сартай сияқты табиғатты қорғаушы өз үлесімді қосамын. Мен ешқашан қорқыныштан қорықпай, алға қарай нық қадам басамын. Жақсы балалар, олай болса бүгінгі сабағымыз осы Сартай мен Мергеннің бойындағы жағымды қасиеттерді алдық па? Тағы да бір айтып өтейікші, қандай жағымды қасиеттер бар? Сартайдың бойында қандай жағымды қасиеттер бар? Адал, байышыл, көмек созуға дайын. Ал Мергенше? Сендердің бар, сендерге де осындай Мерген мен Сартайдың достығын тілеймін балалар. Олай болса, бүгінгі сабаққа өздеріңді бағалаңдаршы, кім қанша балл алды? Мен бүгінгі сабақта екінші тапсырмадан 5 балл алдым, үшінші тапсырмадан 3 балл, төртінші тапсырмадан 2 балл алдым. Жалпы? Мен бірінші тапсырмадан 4 балл, екінші тапсырмадан 3 балл, және соңғы тапсырмада 2 балл алдым. 9 балл. 8 балл. Мен өзім 10 балл алдым. Мен өзім 2 балл алдым. Мен өзім 8 балл алдым. Балаларым, иә? Мен өзім 7 балл алдым. Мен өзім 8 балл алдым. Балаларым. Мен бүгін 8 балл өзімді бағаладым. Мен 9 балға бағаладым. Мен өзімді 9 балға бағаладым. Мен өзімді 9 балға бағаладым. Мен өзімді 8 балл бағаладым. Мен 9 балға бағаладым. Мен 9 балға бағаладым. Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабаққа кері байланыс берейікші кәні. Сабақта не ұнады, сабақта неден қиналды, не қызықты болды? Маған сабақта комикстерді жинау, құрастыру ұнады және сабақтан маған ешқандай қиыншылық болмады. Мен бәрін түсіндім және қызықты болғаны бұл мультфильм. Тамаша. Тағы да? Сабақта Вен диаграммасы ұнады, яғни Мерген мен Сартайдың ұқсастығымен айырмашылығын таптық. Маған сабақта ештеңеден қиындық болған жоқ, қиналған жоқпын. Және қызықты болғаны ол бірінші тапсырма, яғни комиксация. Жақсы, тағы да кері байланыс береміз. Маған сабақта Жүніс Сахиевтің шығармалары ұнады. Менде сабақта жаңа мінездеуді табу қиындық тудырды, не қызықты болды. Маған жұптық жұмыс қызықты болды. Тағы да кім кері байланыс береді? Маған сабақта топтық жұмыс ұнады. Сабақта ешнәрседен қиналған жоқпын. Және де маған комиксті жинау қызықты болды. Жақсы балалар, олай болса бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма. Ғарышты зерттеуші ғалымдарымыздан кімдерді білесіңдер? Үйде мәлімет жинақтап келеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Рахмет сіздерге.